Қарыздар. Егер сіздің қарыздарыңыз бар болса, ай сайын 10% болашаққа, 20% қарызды өтеу үшін жинаймыз. Қалған соманы сол екі шотқа бөлеміз. Көңіл көтеру үшін шот болмайды. Қарыздарыңыз бар болғанда қайдағы көңіл көтеру? Қарыз алып, жеңіл өмір сүре беретін және демалысты да жоспарлайтын адамдарды кездестірдіңіз бе? Адамдарда ерекше әдет болады. Оларда қарыз болса, көңіл көтеру арқылы көңілін басқа заттарға бөледі. Мынадай ереже бар. Қарызы бар адамнан ештеңе алмаңыз және сатып алмаңыз. Бұл қасиет кітапта жазылған. Сіздің қарыз бойынша стратегияңыз мынадай болу керек. Егер сіз туысыңыздан қарыз алсаңыз, тез өтесем жақсы болады деп ойлайсыз, және осыны тез жүзеге асыруға тырысасыз. Жалақыңызды алған сәтте осыны жасайсыз, бірақ сізге келесі айға дейін өмір сүру үшін тағы да басқа біреуден қарыз алуға тура келеді ғой. Онда айырмашылық неде? Сондықтан қарызға тек 20%-ын жинау керек. Егер кредиторлар ренжісе, бөлікпен алғыңыз келмесе, жиналғанша күте тұрыңыз деп айтыңыз. Бірақ ешқандай қарызға қарамастан, ай сайын 10% болашаққа жинаңыз. Бұл сіздің сенімді әрі қауіпсіз сезініп жүруіңізге көмектеседі. Және тіпті аз жинақтың өзі жағдайды өзгертетінін ұмытпаңыз. Егер сіз өзіңізді осылай жаттықтырсаңыз, сізде қимыл мен ойлаудың белгілі стереотипі қалыптасады. Мысалы, сіз қарызыңыздан құтылғаннан кейін санаңызда қалыптасқан ереже бойынша болашағыңыз үшін 10% емес, 30% жинай бастайсыз. Осы сәттен бастап сіздің жинағаныңыз 3 есе арта бастайды. Қарыз болу да пайдалы болып тұр. Өз уақытында ол сізге қажетті тәжірибе берді және сіз қажетті нәтижеге келдіңіз. Есеп моделі бойынша жүйе жасауыңыз керек. Сізде қанша ақша бар екендігі маңызды емес, жүйе маңызды. Егер сіз менде әзірге ақша аз, көп болғанда жүйе құрамын десеңіз, онда сіз өзіңізге сенбейсіз. Олай тек өз болашағына сенбейтін сәтсіз адамдар ғана айтады. Бірақ егер сіз өз болашағыңызға сенбесеңіз, не үшін өмір сүресіз? Егер сіз өз өміріңіздің сапасын жоғарылатамын дегенге сенбесеңіз, оқудың не қажеті бар? Егер сіз өз әйеліңізге немесе күйеуіңізге сенбесеңіз, сол адаммен бақытты болатыныңызға сенбесеңіз, мұның несі өмір? Өзіңізді алдаудың не қажеті бар? Ертеңгі күні бай боламын дегенге сенбесеңіз, жинаудың не қажеті бар? Көпшілігі біз қара күнге жинаймыз дейді. Бізді солай үйреткен достарымыз қиын күндері қиналмау үшін ақша жинаңдар деген. Біздің санамызда ақша қиын сәттерде көмектеседі деген ой сақталып қалған. Бұл олай емес. Біз жарқын болашаққа сенуіміз қажет. Сондықтан біз ақша жинаған кезде өзіміз армандаған, ойлаған өмірдің бейнесін құрамыз. Ерте ме кеш пе әрбір адам солай жасайды. Өзіңізді құспын деп елестетіңіз. Бір қанатыңызды үміт, екіншісін қорқыныш деп атаңыз. Сіз еркін ұшудың ләззатын сезіну үшін ұшасыз, немесе сізді ұшуға өмір мәжбүр етеді. Сіз қорыққаныңыздан ұшасыз, ол кезде ұшудан ешқандай ләззат алмайсыз.